құрметті экодостар. Мен Қаражал қаласы Жайрем жалпы білім беретін мектептің 9-шы сынып оқушысы Мұхитова Алуа. Алдарыңызға Қазақстанның әлеуметтік мәселелеріне арналған әлеуметтік бейнемді ұсынамын. Мен экоблогер номинациясына қатысушысымын. Шикізат алудан бастап жалпы циклға қарайтын болсақ, қағаз, пакет өндірісі қоршаған ортаға зиян. Көп энергия мен суды қажет етеді. Су, ауа мен топырақтың ластануына әсер етеді. Пластик пакетте балама ретінде біз барлық пакеттен бас тартуды және көпреттік эко-сөмкелерді қолдануды көреміз. Пластик пакеттен бас тарту мүмкін болмаса, қоршаған ортаға зиянын бәсеңдетіп, пакеттерді қоқысқа тастамай, қайта өңдеуге өткізуге болады. Су жер бетіндегі таңғажайып жаратылыс. Сусыз өмірімізді елестетудің өзі қорқынышты. Су тіршілік көзі. Сусыз тіршілік ететін ағза кездеспейді. Тіршілік құбылыстарының бәрі судан қатысуымен жүреді. Су табиғаттағы ең көп тараған зат. Жер бетінің 3/2 бөлігін су қабаты алып жатыр. Күнделікті өмірде суды үнемдеу үшін қажетсіз суды босқа ағызбау, ыдысты жабық раковинада жуу, кір жуған кезде кір жуғыш машинаны толық толтыру, ыдысты қолмен жуған кезде ыдыс жууға арналған құралды аз қолданғанымыз жөн. Әлемдегі күрделі экологиялық жағдай бүгінгі күннің өзекті мәселелерінің біріне айналып отыр. Адам баласының шаруашылықтағы кез келген әрекетінен шыққан әртүрлі қалдықтар биосфераны ластауда. Бұл халықтың денсаулығы мен өміріне қауіп-қатер туындырып, флора мен фауна түрлерінің азаюына, қоршаған ортадағы тепе-теңдіктің бұзылуына әсер етуде. Қоқыс қалдықтары қоршаған ортаны ластайтын көздердің бірі. Жер бетіндегі зиянды заттардың жинақталған массасы топырақ жұмсалуына, өсімдіктерге, жер үсті және жер асты суларына жағымсыз әсерін тигізеді. Қорытындылай келе, мен экоблогер Мұхитова Алуа экоблогер ретінде бұл мәртебені өз-өзіме бергеніме де түсініп және қазір оны ақтайтын кез келгенін ұғынудамын. Қоршаған ортаның ауыр жағдайда екенін түсініп, шынайы өзгерісті сөзбен емес, нақты іспен жасау керектігін түсінемін. Мен жаппай өзгерістер қажет екенін түсінемін. Бірақ біреуді ынталандырудың ең жақсы тәсілі өзінен бастау. Дүйсенбіден емес, қазір әрекет ету екенін түсінемін.